Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен үстеу тақырыбын өтетін боламыз. Үстеу дегеніміз іс-қимылдың түрлі белгісін білдіретін сөз табы. Көбінесе үстеу етістік сөз табымен байланысады. Үстеудің түрлері мен сұрақтарына тоқталып өтейік. Мекен үстеуі, сұрақтары қайда, қайдан, мезгіл үстеуі, сұрағы қашан, қимылсын үстеуі қалай. Мекен үстеуі қимылдың мекенін білдіреді. Мысалы, бала үйден шықты. Бала қайдан шықты? Үйден шықты. Қимылсын үстеуі әрекеттің қимылсынын білдіреді. Мысалы, оқушы сөмкесін әрең көтеріп келе жатыр. Қалай көтеріп келе жатыр? Әрең. Қимылсын үстеуі болады. Үшінші, мезгіл үстеуі. Қимылдың мезгілін білдіреді. Мысалы, кешке қарай. Бірінші тапсырма жұмысын орындайық. Сөйлемдердегі үстеудің түрлерін анықтаңыздар. Сөйлемді оқим, мұқият тыңдап отырыңыздар. Күндіз Мариям мен Раушан кездесті. Мариям мен Раушан қашан кездесті? Күндіз. Бұл мезгіл үстеуі. Екінші сөйлем. Екеуі дүкенге барды. Екеуі қайда барды? Дүкенге барды. Дүкенге деген үстеу мекен үстеуіне жатады. Келесі сөйлем. Олар үйіне көңілді қайтты. Олар үйіне қалай қайтты? Көңілді. Көңілді деген сөз қимылсын үстеуіне жатады. Жаңа сөздер: мезгіл, мекен, қимылсын. Келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Сабақтың басында мен сіздерге айтып кеттім. Үстеу сөз табы етістік сөз табымен тіркеседі дедім. Қазір сіздер осы екі сөз табын сәйкестендіріңіздер. Ояндым. Қашан? Таңертең. Мезгіл үстеуі. Қуанды. Қалай? Балаша. Сын қимыл үстеуі. Оқимын. Қайда? Мектепте. Мекен үстеуі. Қуандым. Қалай? Қатты. Қимылсын үстеуі. Келді. Қашан? Кеше. Мезгіл үстеуі болып келеді. Құрметті достар, мен бүгін сіздерді үстеу сөз табымен, сонымен бірге үстеудің түрлерімен таныстырып өттім. Сабақ сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Әлеуметтік желідегі парақшаларымызға тіркеліп, зерделі ақыл ой дамыту орталығы мұғалімдерінің сабағын көруге шақырамын. Ал мен сіздермен қоштасамын. Келесі сабақта кездескенше, хош, сау болыңыздар.